Алматы метросына жасады интеллект жүйесі енгізілді. Енді қоғамдық көліктің осы түрімен жүргіңіз келсе, кіреберістегі бейнекамераға бет бейнеңізді көрсетсеңіз болды. Биометриялық құрал сізді анықтап, жол ақыңызды бірер секундта банк картаңыздан автоматты түрде шешіп алады. Жаңа жүйе сонымен қалай жұмыс істейді? Тиімділігі қандай? Тілшіміз танысып қайтты. Енді метрополитенде жүру үшін арнайы жетонды бөлек сатып алып, немесе төлем картасын тіркеудің қажеті жоқ. Енді төлем жүйесі қолайлы әрі қауіпсіз түрде жүргізіледі. Мобильді қосымшада төлемдер бөлімінде FacePay қызметіне қосылса жеткілікті. Ол үшін камераға алдын ала қарайсыз. Есіктер автоматты түрде ашылады, ал төлем ақысы картадан шешіледі. Алматының әлеуеті жыл сайын артып келеді. Қала жолдарындағы кептелістерді шаһар тұрғындары жақсы біледі. Осының салдарынан метродағы жолаушылардың да саны артқан. Мәселен, бір ғана Абай бекетінен тәулігіне 7000 жолаушы қатынайды. Жаңа жүйе адамдар кептелісінің алдын алуға септігін тигізбек. Тиімділігі бұл өте ыңғайлы тәсіл, өйткені бұл турникеттен өткен кезде адамдар көп жиналмайды. Метрода осыған дейін қолданылып келген төлем әдістері де қала бермек. Ал жаңа әдісті қолданып үлгерген жолаушылар бұл жүйе тез әрі тиімді деп отыр. Мен күнделікті осы метромен жұмысқа қатынаймын. Кейбір кезде жол өту арқылы, карточка арқылы өту қиындайды. Очередке создавать етіледі. Бүгін байқап жатырмын, бейне бақылау арқылы өту, төлем қабылдау іске қосылыпты. Ол адамдарға өте ыңғайлы. Жаңа кептеліс создавать етпейді екен. Бүгін метродағы фейс төлем жайлы білдім. Өте қолайлы екен. Біз отбасымызбен күнде метромен жүреміз. Сондықтан төлемнің бұл түрі уақыт үнемдеуге таптырмас көмек. Әзірге биометриялық терминал Алматы метрополитенінің Абай және Бауыржан Момышұлы бекеттерінде орнатылды. Алдағы уақытта барлық станциялар қамтылмақ. Гүлзат Сахова, Ерік Керімқұлов, Жібек жолы, Алматыдан.